біз bootstrap режимде жұмыс істеп келдік. Былай қарағанда бізге ақша керек, қатты керек болған жоқ, себебі біз клиенттерден ақша тауып жаттық, өзіміздің ақшамыз болды. Бірақ сол кездері өздеріңіз білесіздер, жасанды интеллект және AI агенттер революциясы басталып кетті. Біз сол үрдістерден қалмау үшін өзіміздің платформаға AI агенттер жасайтын функционалды қосатын болдық. Міне сол бір пивот болды бізде. Сол пивотты тезірек жүзеге асыру үшін біз инвестициялар тартатын болдық. Сол шешімді қабылдағаннан кейін біз түрлі инвесторлармен танысатын жолдар іздедік, достарымыздың арасынан, таныстарымыздың арасынан іздедік, түрлі венчурлық ивенттерге бара бастадық, түрлі акселераторларға өтініштер тапсырдық. Негізі акселераторлардың көмегі бізге жақсы тиді. Сондай бір алғашқы акселераторлардың бірі Most Hub Ventures'тың акселератор болды. Ол кезде Investment Readiness акселераторы болды. Ол бағдарлама өте қысқа болды, бірақ бағдарламаның соңында бізге ол жерде 2-3 инвестор soft commitment жасады. Біз сіздерге $800 мың беруге дайынбыз деп. Одан басқа достарымыздың арасынан да, таныстарымыздың арасында да инвестиция беруге дайын адамдар табылды. Бірақ ол инвестицияларды біз алуға асықпадық, себебі біз смарт инвестор іздедік. Сол уақыттарда біз одан басқа шетелдік 6-7 акселераторға қабылдандық. Олардың арасында Alchemist болды. Сол Alchemist'ті таңдадық. Өте бізге жақсы бағдарлама болды, өте ұнады. Сол үшін Астана Хаб басшылығына және ұжымына және сол Silkway Innovation Hub'тың басшылығына үлкен алғысымызды білдіреміз. Негізі Alchemist'те біз Америка нарығында B2B сатылуларды қалай жүргізу керектігіне үйретті. Көп инсайтқа ие болдық ол жерде. Мысалы үшін біздің платформа кең мүмкіндіктерге еді. Біз сол мүмкіндіктердің барлығын сатпақшы болдық ол жерде. Бірақ Америкада бәсеке өте жоғары. Ол жердегі бизнестер негізінен белгілі бір сегментке ғана арналған шешімдер жасайды. Сондықтан да оның барлығын түсініп, сол жердегі эксперттермен, инвесторлармен, менторлармен сөйлесіп, оның барлығын түсініп, кішкене Америкадағы стратегиямызды кішкене өзгерттік. Қазір біз ол жерде белгілі бір сегментке бағытталған шешімдерді сол жердегі Америкадағы серіктестермен жасап жатырмыз. Alchemist'тің көмегі өте қатты тиді. Осы әрекеттерді жасағаннан кейін инвесторлармен, венчурлық акселераторлармен, инвесторлармен кездесе бастадық. Акселераторларды өткеннен кейін біз Астана Хаб Ventures'тің көзіне түстік. Соның арқасында инвестицияны тартуға мүмкіндік түсті бізге. Біз инвестицияны кешірек кезеңдерде тарта бастадық. Біз қайтадан бастасақ, біз бұны өзгертетін едік. Ең алғашқы клиентпен алғашқы инвестицияларды ең басынан бастап тарта бастау керек. Егер сізге мысалы үшін сол идея жөніндегі идея болғанда, сол идеяңызды қолдап инвесторлар немесе алғашқы клиенттер оны қолдап жүрсе, сіздің идеяңыздың потенциалы бар деген сөз. Сондықтан да инвестициямен алғашқы клиенттерді басынан бастап іздеу керек.